Сәлеметсіздер ме? Менің атым Айдана болады. Мен Агромаш холдингінің хатшысы боламын. Біз бүгінгі үздік тауар 22 жылы үздік тауарына қатысып отырмыз. Біздің тауарымыз Кировец тракторы. Кировец тракторы біздің дерлік жерлерінде, астық егетін өңірлерінде өндірісте шығарылатын Кировец біздің Қостанай қаласында шығарылады. 700 бірлік трактор шығарамыз жылына. Осы жаңа құрылымдық, жаңа өнімділік, жаңа технологияға арналғандықтан біздің Кировецтің көптеген бөлшектері біздің зауытта шығарылады. Оның ең күрделі бөлшегі капот болып табылады. Капот 19 детальдан тұрады. Жылына 2800 деталь шығарса, алдағы жылда біз одан да 2 есе күшейтуге жоспарлаудамыз. Мынау модель бізде 90 миллион. 75 миллионнан тұрады. Мен Агромаш холдингтен істегеннен кейін, бұл біздің серіктестіміз, әріптестеріміз болады. Кировец КТЗ трактор зауыты болады. Ал біз өзіміз өндірісте 3 маркерлік трактор шығарамыз. Ол бізде Лавол, Кировец және Деуцфар дейтін тракторлар шығарылады. 2020 жылдан бастап біз жаңа технологияны енгіздік. Содан бастап біздің Кировец тракторымыз халық сүйіктісі номинациясына қатысып, сыйлық лауреаты номинациясын жеңіп алып отырмыз. Біздің өнімдерімізді тек қана Қазақстанда ғана емес, көршілес елдерден де ғана, диқандардан және ауыл шаруашылығымен айналысатын адамдар алады. Бұл трактордың функциясы әртүрлі, жер жыртылады, бидай егеміз, ауыл шаруашылығына ең тиімді, ең қолайлы, мощный тракторлардың бірі деп айтуға болады. Ең алғашқы өндірістік бұны шығарылған Петербургтік тракторлық зауыты. Біз оны бірге жоспарлап жасап отырмыз, серіктесіміз біздің. Сондықтан біздің локализациялық нелеріміз бар. Біз қанаттарын да жасаймыз, капоттарын да жасаймыз. Қостанай қаласында өзіміздің зауытымызда құрастырылады. 3 жылдан бері біз жоғары көрсеткіштік өнімділікке және тамаша маневрлік құрылымдық қарапайымдылығына жетіп отырмыз. Болашақта жалпы осы жергілікті жерге арналған, осы диқаншылардың еңбегіне лайықталған өнімдер шығару ойларыңызда бар ма? Бізде трактордан басқа бізде комбайндар жасаларды. Сондықтан бізде ары қарай 2 есе, 3 есе өнімділікті арттыру және жаңа технологияның арқасында жетістікке жетуге жоспарлап отырмыз. Мынау көріп тұрмыз, сіздер біздің көрмеге қойған трактор өте үлкен екен. Мысалы, көрші Қытай елін алсақ, сол жерде шағын ғана кішкене тракторлар көп, мысалы, жаңағы егістік алқабында пайдаланатын, өте ыңғайлы, қолайлы. Сондай техниканы шығарасыздар ма? Қытай елімен бізде де серіктестеріміз бар. Бізде ол Лавол тракторымыз. Бізде олармен бірге жұмыс істейміз. Бірнеше жыл болды. Олардан да Петербургтың серіктестері және бізде Лавол дейтін трактор Қытай елімен серіктестігіміз бар. Ал енді осы көрмеден не күтесіздер? Бұл көрмеден біз не күтеміз? Біздің тракторымыздың қуаттылығын көрсету үшін, өнімділігін көрсету үшін, біздің Қазақстан елімізде осындай көптеген техниканы шығарылатынын көрсеткіміз келеді. Басқа елге қарағанда да, салыстырғанда бізде ол елдермен қалыспауға тырысамыз. Ал сіз өзіңіз мынандай техниканы жүргізе аласыз ба? Жоқ, мен әйел заты болғасын ондай техниканы жүргізе алмаймын. Болашақта жүргізетін шығармын.